Сәлем достар, бүгін біз 5 минутта дайын болатын хачапури дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 стакан ұн, тұз, қамыр қопсытқыш, 1 стакан сүт, жұмыртқа және 150 грамм ірімшік қажет. Ең алдымен ұнға жұмыртқаны қосамыз. Қамыр қопсытқыш және тұз қосамыз. Бір стакан сүт қосып араластырамыз. Шым-шым қант қосып тағы да араластырамыз. Үкістен ірімшікті өткіземіз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды ыстық табаға құямыз. Баяу отта қақпағын жауып 5-6 минут пісіріп аламыз. Үстінде көпіршіктер пайда болғанда екінші жағында қуырып аламыз. Мінекей біздің хачапурimiz дайын. Таңғы асқа дайындасаңыздар болады. Ас болсын.